Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина ва қаидина ва қудватина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала Алланың үйіне басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Оқитын намаздарымызды, жасайтын құлшылықтарымызды қабыл етсін. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: Астаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Бір аят. Тағы бір аят айтады: Ва ла тусалунна яума идин анин наим дейді. Бұл аяттардың мағынасы не? Бірінші аятта Алла Тағала айтып отыр: егер сендер Алла Тағаланың нығметтерін сендерге берген, санайтын болсаңдар, санына жете алмайсыңдар дейді. Алла Тағала бізге берген, мұсылмандарға, соның ішінде біздің қазақ қоғамына, қазақ мұсылман халқына берген нығметтерді, әркім өзінің басына берген нығметтерін санайтын болса, санына жете алмайды, мүмкін емес. Сосын екінші аятта айтады: сендер, мен серт етемін дейді, ол күні, қиямет күні, барлығымыз Алланың алдына сұрақ жауапқа тұратын күні, нығметтерден сұраласыңдар дейді. Бізге сансыз нығмет берді Алла Тағала, санай алмаймыз, жете алмаймыз санына. Сол нығметтің барлығынан ертең сұраласыңдар деп отыр. Кеше үлкен оқиға болды. Ол да болса, біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елдің тәуелсіздігін алып, тәуелсіздіктің тұғырын тіктеп, 30 жыл бойына елдің басында келген елбасымыз, біздің президентіміз өзінің өкілеттілігін тоқтату жөнінде мәлімдеме жариялады. Міне осы жағдайда, осындай жағдайда біреулер оң жақтан, сол жақтан, арттан, төбеден, астымыздан тартып кетуі мүмкін жағдайда біз осы нығметтерді көбірек есімізге алуымыз керек. 30 жыл елде қандай жақсылық болды. Аллаға шүкір, тәуелсіздігіміз нығайды. Елбасымыздың салиқалы саясатының себебімен Алла Тағала мынау елімізді әлемге танытты. Біздің елдің азаматтары Кеңес одағының тұсында ол нығметке біз қолымызды жеткізе алмадық. Біздің еліміздің азаматтары бүкіл әлемнің түкпір-түкпірінде ең жоғарғы дәрежелі оқу орындарында білім алу, мамандану мүмкіндігіне ие болды. Сол секілді дін саласының мамандары. Алдарыңызда мен тұрмын, осы тәуелсіз Қазақстанның маған жасаған жағдайының нәтижесінде мен араб еліне барып, мен де білім алып келдім. Алдарыңызға қызмет жасап, Құранның аятын, пайғамбардың сүннетін күнделікті жеткізіп түсіндіруге тырысып жүрміз. Қызмет жасап, намазға өтіп береміз. Оқыған, үйренген сол жақта Құранымыздың және біліміміздің көмегімен. Міне, осындай нығметтерді мұндай кезде еске алу керек екен. Сол секілді елімізде Аллаға шүкір дін тәуелсіздікті алған жылы яғни. Бүкіл Қазақстанда кішігірім ғана 69 ғана мешіт болған. Ал қазір мешіттердің саны 3000-ға жете қабыл. Кеше ғана елбасымыз осы мәлімдемені жасаудан бұрын Астанада Орта Азияда теңдесі болмайтын, Орта Азияда ең үлкен мешіт болатын, Құдай қаласа, Астананың, елорданың бас мешітінің негізін іргетасын қалады. Өздеріңіз баршаңызда куә болдыңыздар. Мұның барлығы да сол кісінің ақылымен, даналығымен елге, мынау халыққа, тәуелсіз Қазақстанға талмай жасаған еңбегінің нәтижесі деп айтуға болады. Мынау мешіт болған жоқ, бұдан 30 жыл алдын. Алла Тағала бұл мешітті 20 жыл бұрын берді. Осы мешітте қаншалықты біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін, Алла Тағаланың Құранын, кітабын насихаттап жатырмыз. Қаншама халық келіп осы мешітте имандылыққа үйіріліп, Алла Тағаланың дінін, Алла Тағаланың өзін танып кетіп жатыр. Міне осындай
нығметтердің барлығын біз осындай сәттерде көбірек еске алуымыз керек екен. Алла Тағала Құранда айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Егер сендер шүкірлік етсеңдер, яғни менің нығметтерімнің қадірін білсеңдер, онда мен сендерге арттырып беремін дейді. Ал егер «Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид», қадірін білмесеңдер, күпірлік етсеңдер, жақсылықтың қадірін білмей, қолдағы бар алтынның қадірін білмей бағаламасаңдар, онда менің азабым күшті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады: «Мән ла яшкурин наса ла яшкурилла» дейді. Кімде-кім адамдарға рахмет айтпайтын болса, адамдарға алғысы болмайтын болса, адамның жақсылығының қадірін білмейтін болса, онда ол Алла Тағалаға шүкір етпейді, Алланың қадірін білмейді дейді. Сондықтан біз осынша жыл бізге басшы болған, осынша жыл біздің еліміздің ісін жүргізген, осынша жыл елдегі дамудың, сонымен қатар елдегі жақсылықтың бір кепілі бола білген басшыға әрдайым сондай бір дұғамызды айтуымыз керек екен. Енді келер басшының салиқалы, келер басшының сондай дана, сол келер басшының ақылмен, шеберлікпен елді басқаруын және елдегі елдің, діннің, отанның, халықтың шаруасын сондай даналықпен жүргізуін Алладан дұға алып сұрауымыз керек. Имам Мәлик және басқа да көптеген имамдар айтады: егер менің дейді бір ғана дұғам болса дейді, бір ғана дұғам болса қабыл болады деген. Мен біліп тұрмын, сол дұғам қабыл болатынын анық сезіп тұрмын, сеніп тұрмын, онда ол дұғамды елдің басшысына арнайтын едім дейді. Елдің басшысы үшін сол дұғамды жасайтын едім дейді. Неге? Егер елдің басшысы дұрыс болатын болса, елдің басшысының шешімі, ісі оң болатын болса, онда елдің ісі оңады. Онда діннің ісі оңады, халықтың ісі оңады. Сондықтан ешқандай бір бүлікке, қандай да бір мысықтілеу, кейбір жымысқы әрекеттерге, ондай бір пікірлерге меніңше біз қазір қазақ қоғамы, қазақ халқы еріп кетпеуіміз керек. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Уәл фитнату ашадду минал қатл» дейді. Фитна, яғни елдің ішіндегі бүлік, ол адамды өлтіруден де үлкен күнә дейді. Одан да қауіпті дейді, Алла сақтасын. Сөз тасу, немесе басқа да бір жымысқы әрекеттерге бару, Алла сақтасын. Бұл кезеңді, осы сәтті, кешегі болған оқиғаны өзінің кейбір айтады ғой, жау жоқ деме жаратында дейді. Өздерінің жымысқы ниеттеріне, пейілдеріне пайдаланғысы келетін тараптар жоқ емес, бар. Сол тараптардан сақтанайық. Алла Тағала елімізді бәледен, фитнадан, бүліктен, барлық жымысқы әрекеттерден өзі сақтасын. Алла Тағала елдің басына келген азаматтарға өзі жар болсын. Алла Тағала олардың ісіне тауфиқ берсін. Алла Тағала олардың әрбір шешімін, әрбір ісін елдің, діннің, отанның мүддесіне болуын нәсіп етсін. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.